амансың ба? Жақсы шүкір. Че там не істеп отырсың, братан? Отырғам жүгіріп. Отырсың ғой, жүгірмейсің бе? Сол жүгіруге деп шыққам ғой, сол жүгіре алмай жатыр. Жылайым кетіп қалып жатыр. Вообще үйдегілер маған ақшаны да берем, айтқан бәрін сендер по-любому жүгіре алмай жатырмын. Жылайым жоқ. Отыра алмайсың осылай. Ой, братан, мен саған көмектесейін ба? Көмектесе алмайсың деп мен саған. Ой, ініңмін ғой, братан, көмектесем. Көмектесші, қалай көмектесесің? Дальше бүйтесің, братан. Бүйтесің да. Жоқ. Су ма, братан? Сука. Сенге айырамын. Ой, братан, жүгірттің ғой, көмектестің ғой. Мен жүгіріп тап болған де? Онда күнде шығып тұр осылай, бірақ жай жүр. Осынан шықпасаң, айырам түсінің. Қызық болсын, бір анекдот айтып берейін. Баяда келіндер мен енелер бәрі қайыққа отырып. Анекдот. Баяғыда келіндер мен енелер қайыққа отырып көлге шықпай ма? Бөлек шығады ғой. Бөлек шықпай ма? Сөйтіп бір күні келіндердің қайығы суға батып кетті. Келіндер емес қой? Енелердің несі суға батып кетті. Бір күні андай енелер мен келіндердің барлығы қайыққа отырып неге шығады ғой? Көлге шығады. И бір күні енелер дейді, жаратпай ма? Жаратқан кезде енелер суға батып кетеді ғой. Көмектес, суға батып жатады. Келіндердің бәрі күліп жатады. Ана бір серьезный досым бір анекдот айтып береді. Ана анекдотқа жықпасар болу. Келіндердің кіріп Апа, болыңыз енді, кеттік. Апа, жарайды онда. Қайтарда мен алып кетуді ұмытпай. Жарай. Алло, да, родной. Қалайсың, брат? Жақсы, брат. Не істеп отырсың? Сол қалада жүргем, машинаммен жаңа папаны апарып тастағам. Брат, қазір кешке ауылда мамалар келеді. Соған қыдыртайық. Болды онда, брат, қазір келем, дайын отыршы. Все, брат, от души. Алло, да, жаным. Жан, кешке қыздармен киноға баратын едік, мені үйден алып кетші. Қазір жан тұра тұр, мына жақта екінші линия звондап жатыр, тұра тұр. Да, братан? Қалай жағдай, брачка? Жақсы, братан. Машина алыпсың ғой, брачка, құтты болсын. Брачка, мен банядан алып кетші. Күтіп отырмын сені, давай. Болды, братан. Алло, все, болды, давай. Жақсы. Кешіріңіз, но мен орын тұрмын. Sorry, мен сізді түсініп тұрған жоқпын. Жоқ, мынау менің орным. Сен орнынан тұрш, мен конференция болайын деп отыр. Сен фотографсыңа баш бар. Sorry, мен түсініп тұрған жоқпын сізді. Мен саған соңғы рет айтамын, мен настроением жоқ. Басқаша сөйлесем, давай тұрш бұл орнынан. Мен сізді түсініп тұрған жоқпын. Сен бар ғой? О, sorry. Мен сізді енді ғана түсіндім отырыңыз. Болды, давай, түсінсең сол. Сендерге бар ғой, осылай түсіндірмесе, вообще түсінбейсіңдер. ¿Cómo decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbite el seso y me desciende el peso. ¿Cómo decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso? Que han caído. Зеваю тебя догола, душу догола. Раньше где была? Жан. Қарның аш кетті. Тиім берем, бірақ өзін алып кеш, я? Мына іште магазин тұр, өзің жейтін.